ішкі әуе қатынасында жаңа бағыттар ашылып, халықаралық рейстерде жаңғырып келеді. Ол әрине көңілді қуантады. Авиацияға маман даярлайтын орталық Азиядағы азаматтық авиация академиясы Алматыда. Академия ұжымы қазір жоғары және орта білімді мамандарды да оқытады. Кеңес одағы тұсында авиация саласында 6 жоғары оқу орны болған. Ақтөбедегі училищеде ұшқыштар даярлаған, ал 1995 жылы азаматтық авиация академиясы құрылып, 2000 жылы бірінші түлектерін шығарды. Ендеше дәл осы азаматтық авиация академиясының басқарма төрағасы Алматыдағы студияға арнайы келген екен. Әріптесіміз Мақсатқа сөз кезегін берейік. Қайырлы таң, Алматы. Сәлеметсіз бе? Қайырлы таң, қазақ елі. Жаңа күн әрқайсымызға көтеріңкі көңіл күй сыйласын. Бірінші ақпан азаматтық авиация қызметкерлері күні. Мерекеге орай бүгінгі біздің студиямызда қонақта азаматтық авиация академиясының басқарма төрағасы, ректор міндетін атқарушы Жакупов Қайрат Болатұлы. Қайрат мырза, қош келдіңіз. Мереке құтты болсын. Рахмет. Мерекелік көңіл күйіңіз қалай? Өте жақсы. Енді авиация академиясы қандай мамандар даярлайды? Авиация мамандығы бізде қазіргі таңда толық циклді бір мамандарды қазір даярлап жатырмыз. Бұл толық циклді дегеніміз неге өйтіп айтып отырмыз? Өйткені бұл жерде колледжден бастап, қазір авиация академиямызда колледжден бастап докторантура PhD-ға дейін дайындау барысы жүргізіліп жатыр. Бұл жерде ұшқыштар, инженерлер, авиациялық техникалар, әуе қозғалысын ұйымдастыру диспетчерлары, авиациялық қауіпсіздік мамандары, аэронавигация, аэрологистика, ұшқышсыз авиациялық жүйелер саласындағы кадрлар даярланып жатыр. Яғни ұшақтың жерден көтерілуінен бастап қауіпсіз қонуына дейінгі барлық процесті қамтамасыз ететін мамандарды даярлап жатырмыз қазіргі таңда. Бүкіл мамандық иелері сіздерден дәріс алады. Барлық мамандық иелері осы бізде. Енді бала кезімізде бәрімізден өскенде кім боласың десе, ұшқыш болатынбыз дейтінбіз. Енді барлығын арманы сол. Барлығымыз арман сол болды. Осы сіз айтып отырған мамандықтарға сұраныс үлкен шығар, абитуриенттердің сұранысы қалай? Ұшқыш болғысы келетін студенттеріміз, талапкерлеріміз едәуір жоғары. Бір орынға былай айтқанда 10-15 адам бір тартылыс осы мамандыққа ұшқыш болу, пилот боламын деген мамандыққа далас көп. Бұл тек Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлемге тапшылық та бар осы мамандықта. Сондықтан бұл жерде тоқталып кететін болатын болсақ, ұшқыш боламын дегендерге бірінші қазір бізде осы жылдан бастап тек қана авиациялық ағылшын тілін енгізген болатынбыз. Бұл жерден авиация саласы болғандықтан ағылшын тілінде сөйлеу міндетті түрде сөйлену керек. 2025 жылға алған бірінші курс студенттері, пилоттар, ұшқыштар мамандығы тек ағылшын тілінде жүргізіліп жатыр. Енді осының алдында осы мамандыққа түсушілердің барлығы енді көптеген ентіні біз эксперимент ретінде көтеріп те жатырмыз. 85 алған бала, сонымен қатар енді қатаң түрде дәрігерлік тексеру міндетті түрде өту керек. Денсаулық міндетті түрде осы денсаулыққа қадағаланып отырады. Бәрекелді. Енді Қайрат мырза, қанша студент оқиды академияда? Енді академияда қазір жаңа басында толық циклді деп айтып өттім онда. Біз жерде колледжден бастап академия докторантураға дейін қазіргі 4000-нан астам студент оқылып жатыр. Егер де тоқталатын болатын болсақ, соның 1600-і бұл колледж мамандықтары, қалғандардың барлығы осы академияның студенттері. Бәрекелді. Енді осы түлектеріңіз оқуды тәмамдап бітіріп шыққаннан кейін қандай мекемелерде қызмет жасай алады олар? Енді авиация саласына қатысты бүкіл осындай субъектілерде қазір жұмысқа орналасу процесі жүргізіліп жатыр. Әуе компанияларда қазіргі таңда енді ұшқыштарға тоқталатын болатын болсақ, мінекей жұмысқа орналасуда едәуір осы соңғы 4 жыл дейік, енді былай айтқанда алатын болатын болсақ, міне 23 жылы, 24 жылы 85-87% күн жылдан жылға жұмысқа орналасу пайызды көрсеткіштері де артып келе жатыр. Бір жылдың ішінде осы қатаң түрде қадағаланып, осы жұмысқа орналасу анализі жасалынып жатады. Қазіргі таңда 71% көрсеткіш көрсетіліп жатыр. Ұшқыштар мамандығы 66% енді осы пилоттар қазіргі таңда ұшу
жұмысқа орналасу көрсеткіші бар. Бұл тек қана ұшқыштары ғана емес, бізде енді басқа да мамандықтар басында айтып өткенде инженерлер бар, авионика деген мамандықтарымыз бар, логистика бар, әуе қауіпсіздігі бар. Осылардың барлығы енді жұмысқа орналасу жаман емес. Бәрекелді, өте тұшымды жауап болды. Қайрат мырза, жауаптарыңызға мың алғыс. Елімізде осы ұшқыштар дейміз, пилоттар тапшылығы бар ма? Иә, ұшқыштар тапшылығы бар. Бұл тек Қазақстанда ғана емес, бұл бүкіл әлемге ортақ үрдіс болып келе жатыр қазір. Бұл әуе тасымалы жыл сайын өсіп келеді, соған сай ұшқыштарға деген сұраныста артып келе жатыр. Осыны ескере отырып, академия мемлекеттік гранттар арқылы және әуе компанияларымен бірлесіп, ұшқыштарды жүйелі түрде даярлауға басымдық беріп отырмыз. Бүгінде азаматтық авиацияда шамамен 2000-ға жуық ұшқыш жұмыс істейді. Ал саланың даму қарқыны ескерсек, алдағы жылдары бұл көрсеткіш айтарлықтай арта түсуде. Сондықтан жаңа ұшқыштарды даярлау стратегиялық маңызды мәселе. Халықаралық деңгейде де жағдай осындай. Бұл дефицит дейміз, қазір тапшылық дейміз, былай айтқанда, бұл Қазақстанда ғана емес, бұл бүкіл әлемде болып жатқан үрдіс. Соңғы уақытта қандай жаңа мамандықтар мен білім беру бағдарламалары пайдалы болды сіздердің академияда? Академия 2024 жылдан бастап академияда пилотсыз ұшу аппараттары мен жүйелері білім беру бағдарламалары. Былай айтқанда бұл беспилотная авиационная система, БПЛА дейміз, или дрон дейміз, енді сіздерге былай нақтырақ айтқатын болатын болса, бұл бағдарлама ұлттық және халықаралық талаптарға сай әзірленген болатын. Жыл сайын бұл 2024 жылы әзірленіп, осы шыққан болатын. 2024 жылы осы мамандыққа 42 студентіміз қабылданып, қазір бұны неге тоқталып қойып айтып жатырмын? Бұл жерде енді өздеріңіз көріп отырсыздар, өңірлік жағдайымызда қазір беспилотниктар да көп нәрсе сұранысқа ие болып жатыр. Агра бар, мысалы, көптеген, мысалы, 750 килограммнан астам осындай беспилотник дейміз, ұшқышсыз ұшу беспилотниктардың барлығы қазір үрдіске айналып жатыр. Аграда кеңінен қолданып жатыр бұл беспилотниктар. Сондықтан бізде бұл мамандықты бітіргендердің барлығы 3-ші категориялы оператор сертификатын алып шығады. Сонымен қатар ұшқышсыз ұшу, пилотсыз дейміз ғой, бұл айтқанда пилотсыз ұшу операторын қазір қарастырылып жатыр. Бұл мамандықтың өзінде де енді бұл 4-ші курста алынып жатқан сертификаттар. Біздің енді мамандыққа түскендердің барлығы халықаралық деңгейде дипломмен бірге сертификат алып шығады. Енді Қайрат мырза, қазір жасанды интеллект деген шықты. Бүкіл салаға келді. Бүкіл салаға, өнерге де келді бұл жасанды интеллект. Өздеріңіздің авиация саласына да жасанды интеллект келді. Осы сіздердің сала жасанды интеллекттің көмегіне қай кезде жүгінеді? Жасанды интеллект авиация саласында қазірдің өзінде қолданып жатыр деп айтсам артық болмас. Ол ұшу қауіпсіздігін талдауда, техникалық ақауларды алдын ала болжауда, әуе қозғалысын оңтайландыруын жақсарту процестері, сонымен қатар оқыту тренажерларында кеңінен пайдаланылады. Алдағы уақытта жасанды интеллект ұшқыш үшін сенімді, былай айтқанда, серік болады, көмекшіге, ал инженерлер үшін шешім қабылдай алатын, қолдайтын маңызды құралға айналатынына нақ сенімдімін. Осы бағытта академия мемлекеттік деңгейде іске асырылып жатқан Айсана бағдарламасын белсенді қатысушы болып табылады қазіргі таңда. Айсана аясында академия 2028 жылға дейінгі жасанды интеллекттің енгізу нақты жол картасын әзірлеген. Оның шеңберінде оқу процесін цифрландыру, авиация саласына арналған жасанды интеллект шешімдерін дамыту, ғылыми зерттеулерді күшейту көзделген. Біз жасанды интеллекті тек теория ретінде емес, авиацияда нақты қолданылатын құрал ретінде дамытып отырмыз. Дамытып отырсыздар. Қандай тамаша.
Қайрат Болатұлы, кәсіби мереке құтты болсын дегіміз келеді. Құрметті көрермендер, әрдайым саяхаттағанда біздің амандығымызды, есендігімізді тілеп, сол үшін барлық күш жігерін, өзінің қызметін аямайтын осы авиация саласындағы барлық қызметкерлерге үлкен алғысымызды айтып, мерекелеріңіз құтты болсын дегіміз келеді. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, аспанымыз әрдайым ашық болсын. Астаналық әріптестер, кезек өздеріңізде. Мың алғыс алматылық әріптестерге.